Жай іс емес, бұл адам тағдыры. Қали сұрау, ЛФК инструктор, ерекше балалармен жұмыс істеген дәрігер, отбасылы, кішкентай сәбиі бар әке, жұмыстан тыс уақытта күнкөріс үшін шатыр дүкенде тұрған қарапайым адам. Ешкімге зияны жоқ. Бір күні 13 жастағы бала келеді дүкенге. Жұмыс беріңіз дейді. Қали жасөспірімді көріп бірден қайтарып жібереді. Жасың кіші, жұмыс жоқ дейді. Бірақ бала кетпейді, қайта келеді. Әңгіме айтады, темекі сұрайды, сөйлесіп тұрады. Соңғы келгенде осы дүкенге Қалидың артынан қоймаға кіріп кетеді. Екеуі 1 минутқа жетпей қайта шығады. Сол уақыттан бері арада 1 ай өтеді. Сосын ғана зорланды деген арыз. Сұрақ көп, өте көп. Дәлел қайда? Куә қайда? Медицина қорытындысы қайда? Қылмысқа барады деген мен сенбейді екем. Алла да бар шығар. Аққа Құдай жақ дейді. Болсатын шығар. Әке-шешесі бір жаққа кеткенде қалың бала жиып, ойын той жасады деген көргеніміз жоқ міне. Арақ ішіп, темекі тартымыз қылжалақтаған көрмедік. Салт жүргенде де, міне үйленгенде де, тойында да ондай болмады. Ондайға барады деп оны ондай нетпейді. Неге 1 ай бойы үнсіз жүрген бала кенеттен зорландым деп отыр? Ең ауыртысы, Қали қоштасу хатын жазған. Өзімді өлтіремін, ешкімге тимедім дейді. Осы сөзді оқығанда адамның жүрегі шыдамай кетеді. Түсіме кіреді. Міне 2 айдан асып кетті. Апарып немен еткен тіпті оны білгеніміз жоқ. Қалай апарып, қалай қамап тастаған. Жалпы сол қорғанымыз жоқ, артында адамымыз жоқ, сүйенеріміз, соны біледі бұлар. Қали Қытайдан келген қандас. Бұл отбасы атамекен деп келіп, осындай жаланың құрбаны болып отыр. Әкесі жылағанда сақалынан 8 тарам жасаған. Ал ананың күйін сөзбен жеткізу мүмкін емес. Бұл бір отбасының күйреуі, бір әкенің үмітінің сынуы, бір ананың жүрегінің жаншылуы. Бауырымның көзіне тік қарап тұрып сұрадым. Сен сондай іске бардың ба деп. Ол көзіне жас алып тұрып, ондай іске мен бармаймын ғой. Әпке білесіз ғой, менің ондай адам емес екенімді білесіз ғой деп тұрып, жылап еңіреп тұрып, ағынан ақтарылып шындығын айтты. Жәбірленуші арыз жазған Еркебұлан жайлы қатарластарынан мынандай хабарламалар келген. Ана бір жаман бір андай. Олдар жақсы көремін дейма, сөйдеді ол. Сәл өз андай. Не то балалау ғой негізі. Басында бір бәлесі бар да кішкене. Дананың айтуы бойынша, типа, менің жігітім бар деген сияқты әңгімелер болған сол жерде. Сенің ағаңды бір Индияның әртісіне ұқсайды деп, сол жерде бір индийский жігіттің атын айтқан. Баланың құқығы қорғалуы керек, бірақ кінәсіз адамды құрбан ету арқылы емес. Мен бір ғана нәрсені сұраймын. Бұл істі әділ қарап шығыңыздар. Адам тағдырымен ойнамаңыздар. Ертең бұл кез келгеніміздің басымызға түсуі мүмкін.